Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Ерболат Әбікенұлының «Пәтер іздеп жүредік» атты әңгімесі бойынша сабақты жалғастырамыз. Сабақтағы сенің мақсатың әңгімеде көтерілген мәселеге пікір білдіру. Көтерілген мәселені Қасым Аманжолов шығармасымен салыстыру. Мән-мәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу. Мына суреттерге қарай отырып, мәтіннің не туралы екенін болжап көріңдер. Көз алдарыңа қандай оқиға келеді? Жауаптарыңның дұрыс-бұрысын сабақ барысында өздерің білетін боласыңдар. Ең алдымен, мәтінді түсінуге қажетті жаңа сөздермен танысып алайық. Бұл сөздердің барлығы адамның мінезіне қатысты сөздер. Аңқау, ақ көңіл, арамдығы жоқ адам. Қатыгез, мейірімі жоқ деген мағынада. Жылпос, су жұқпас деп алдап кететін адамды айтады. Дөрекі, қатты сөйлейтін адам. Опасыз, жаман әрекеттерге бейім адам. Панасыз деген сөз қорғаны, жағдайы жоқ адамдарға қатысты айтылады. Енді осы сөздердің синонимдерін тауып көріңдер. Синонимдік қатарды тексер. Аңқау, аңғырт, аңғал, сенгіш. Қатыгез, жауыз, тас жүрек. Жылпос, су жұқпас. Айлакер, қу. Дөрекі, анайы, қатты. Опасыз, мейірімсіз. Панасыз, мұқтаж. Тексеріп көрейік, жауаптарымыз сәйкес келе ме? Бұрын естімеген сөз кездесті ме? Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Тыңдау барысында әңгімеде қандай мәселе көтерілгеніне, кейіпкерлердің әрекеттеріне назар аударыңдар. 7-8 сабақ. 3 тапсырма. Алматыны 6 айналып, 7 бұрышты 7 айналғанда өкшем опырылып түсті. Енді маймақ жүріске бастым. Аяғым ауырды деп келіншегім отыра кетті. Пәтер іздеп жүредік. Шаңырақта бір үй бар. Жас отбасын тұрғызады. Деді семіз қара келіншек. Кеудемдегі өшіп бара жатқан үміт оты жарқ еткендей болды. Қанша болады? 10 000 теңге, 3 бөлмелі жаңа үй. Шаңырақ алыс па? Дедім келіншегіме бұрылып. Өте алыс қой. Амал жоқ. Шамамыз соған жетеді. 3 бөлмелі үй болса болады екен. Жарайды, келістік. Тауып берген ақысына 1000 теңге төлейсіңдер. Мінеке 1000 теңгеңіз. Мынау телефоны мен аты жөні. Сұлушаш тәте жіберді дейсіңдер. Қожайынмен бірге тұрмайтынымыз қандай жақсы болды. Деді келіншегім. Қолым дірілдеп, ішімнен иманымды үйре түсіп, телефон құлағын бұрадым. Ар жағынан ер адамның барылдаған жуан дауысы шықты. Алло, кім? Алло, ассалаумағалейкум, Сәкен ағам екен? Иә, мен. Сұлушаш тәте жіберді. Пәтер іздеп жүредік. Қайдағы пәтер? Өткізіп жіберген біз 3 күн бұрын. Сұлушаш тәте 10 000 теңгеге 3 бөлмелі пәтер бар деген болатын. 10 000 теңгеге тауық кепе де жалдай алмайсың, бауырым. Деді де телефон тұтқасын тастай салды. Ашудан жарылардай мелшиіп тұрдым да қалдым. Әкең-ай, маклер алдапты, дедім келіншегіме. Не деген опасыз адам еді? Еді келіншегім дауысы дірілдеп. Маршрутка қираландап 7 бұрышқа қарай тартып келеді. Маклер әйел су жұқпастың өзі екен. Біздің қайтып келетінімізді білгендей тайып тұрыпты. Оқиғада қандай өзекті әлеуметтік мәселелер көтерілген? Оқушылар, өзекті мәселелерді анықтағандарыңа сенемін. Еліміздегі өзекті мәселелердің бірі баспана мәселесі. Әңгімеде орын алған оқиғаны қазіргі өмірмен қалай байланыстыруға болады? Баспана мәселесі неге әлеуметтік мәселеге айналған?
Егер сен президент болсаң, бұл мәселені қалай шешер едің? Мәселеге пікір білдірген кезде қандай мақсатқа қол жеткіздіңдер? Диалогты тағы бір тыңдап, кейіпкерлерге қысқаша мінездеме жаз. Біздің кейіпкерлеріміз: пәтер іздеуші, келіншек, сұлу шаш, сәкен. Аңқау, қатыгез, жолпос, су жұқпас, дөрекі, опасыз, панасыз сөздері қай кейіпкердің бейнесін сипаттай алады? Қажет сөздерді кейіпкердің қасына қойып жаз. Алматыны 6 айналып, жетім бұрышты 7 айналғанда өкшем опырылып түсті. Енді маймақ жүріске бастым. Аяғым ауырды деп келіншегім отыра кетті. Пәтер іздеп жүредік. Шаңырақта бір үй бар. Жас отбасын тұрғызады. Деді семіз қара келіншек. Кеудемдегі өшіп бара жатқан үміт оты жарқ еткендей болды. Қанша болады? 10 000 теңге, 3 бөлмелі жаңа үй. Шаңырақ алыс па? Дедім келіншегіме бұрылып. Өте алыс қой. Амал жоқ. Шамамыз соған жетеді. 3 бөлмелі үй болса болады екен. Жарайды, келістік. Тауып берген ақысына 1000 теңге төлейсіңдер. Мінеке 1000 теңгеңіз. Мынау телефоны мен аты жөні. Сұлу шаш тәте жіберді дейсіңдер. Қожайынмен бірге тұрмайтынымыз қандай жақсы болды. Деді келіншегім. Қолым дірілдеп, ішімнен иманымды үйре түсіп, телефон құлағын бұрадым. Ар жағынан ер адамның барылдаған жуан дауысы шықты. Алло, кім? Алло, ассалаумағалейкум, Сәкен ағам екен? Иә, мен. Сұлу шаш тәте жіберді. Пәтер іздеп жүредік. Қайдағы пәтер? Өткізіп жіберген біз 3 күн бұрын. Сұлу шаш тәте 10 000 теңгеге 3 бөлмелі пәтер бар деген болатын. 10 000 теңгеге тауық кепе де жалдай алмайсың, бауырым. Деді де телефон тұтқасын тастай салды. Ашудан жарылардай мелшиіп тұрдым да қалдым. Әкең-ай, маклер алдапты, дедім келіншегіме. Не деген опасыз адам еді? Деді келіншегім дауысы дірілдеп. Маршрутка қираландап, жетім бұрышқа қарай тартып келеді. Маклер әйел су жұқпастың өзі екен. Біздің қайтып келетінімізді білгендей тайып тұрыпты. Біздің кейіпкерлерімізге қандай қасиеттер тән екен? Нәтижені тексеріп көрейік. Пәтер іздеушілер күйеуі мен келіншек, және жалға беруші делдалдар сұлу шаш пен сәкен. Күйеуі отбасының қамын ойлаған адал, сенгіш адам. Ол отбасына баспана іздеп жүріп, алаяқ әйелге сеніп қалған. Келіншек аңқау, баспана іздеп шаршаған, халі аянышты, ұялшақ жан. Өзі аяғы ауырып, әрең жүріп келеді. Сұлу шаш, пана іздеген адамдарды алдаған жолпос, өтірікші, су жұқпас әйел. Ол өтірік ақпарат беріп, жеңіл ақша тауып жүр. Сәкен, қиналған жандарға дөрекі сөйлеп, мысқылмен жауап берген ер адам. Алданған адамдарға мән-жайды түсіндірместен дүрсе қоя береді. Баспана мәселесіне қатысты қандай әлем және қазақ әдебиет үлгілерін білесіңдер? Қасым Аманжоловтың «Өзім туралы» өлеңінен үзіндіні түсініп оқып шығайық. Өзге емес, өзім айтам өз жайымда. Жүрегім жалын атқан сөз дайында. Тереңде тұнып жатқан дауыл күйді тербетіп, тулатып бір қозғайында. Аманжол Рақымжанның қасымымын, мен қалған бір атаның ғасырымын. Біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылымын. Бермесең, бермей-ақ қой баспанаңды, сонда да тастамаймын астанамды. Өлеңнің отын жағып жылытамын, анамды, әйелімді, жас баламды.
Дүниеге келер әлі талай қасым, оларда бұл қасымды бір байқасын. Өртке тиген дауылдай өлеңімді қасымның өзі емес деп кім айтасың? Ерболат Әбікенұлының «Пәтер іздеп жүредік» атты әңгімесімен Қасым Аманжоловтың өзім туралы өлеңінен алынған үзіндінің арасында қандай байланыс бар? Бермесең, бермей-ақ қой баспанаңды, сонда да тастамаймын астанамды. Өлеңнің отын жағып жылытамын анамды, әйелімді, жас баламды. Осы жылдардан байқағанымыз, Қасым ақынды да баспана мәселесі толғандырған. Ақын бұл өлеңде бермесең берме деп кімге айтқан деп ойлайсыңдар? Ақын өзің туралы өлеңін өмірінің соңында 1954 жылы жазып қалдырған екен. Содан бері 60 жылдан астам уақыт өтсе де, баспана мәселесінің шешілмеуінің себебі неде? Ақын өлеңінен қандай құндылықтарды байқадыңдар? Осы сұрақтар бойынша деректер келтіріп, ойыңды жазбаша жеткізуге дайындал. Ойыңды мына құрылым бойынша жаз. Өзіндік пікір, дәлел, пікірді айғақтайтын мысал, өз пікіріңе қарсы дәлел, қарсы дәлелді жоққа шығаратын мысал, қорытынды. Бұл тапсырманы орындау барысында сабақтың қандай мақсатына жеттің? Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.